Сәлем достар, сіздермен бірге әлем медицинасы. Оразаның адам ағзасына пайдасы. Медицина не дейді? Қасиетті Рамазан айында ауыз бекіту тек рухани тұрғыдан емес, адамның денсаулығына да үлкен пайдасы бар. Бұл туралы ғалымдар да арнайы мәлімдеме жасап, 365 күн бойы тамақ ішетін адамға жылына 30 күн ораза тұту деп таныды. Сондықтан да сіз ораза арқылы өз денсаулығыңызды да оңалта аласыз. Әлемде көптеген адамдарда бел алып келе жатқан қант ауруын емдеу үшін дәрігерлер 10-15 күндей ораза ұстауды кеңес етеді екен. Бұл дегеніміз медицинаның өзі оразаны дұрыс көруде деген сөз. Бұл уақытта сіз ұйқы безінің демалуына да көмектесесіз. Оразада адамның ішкі мөлшеріндегі майлары еріп метаболизмді жақсартады. Біз күніне 14-15 сағатта жуық тамақ ішуден тыйылғандықтан адам ағзасында керек емес жасушалар жою процесі іске аса бастайтын болады. Сондай-ақ артық ет пен май мөлшері де жойылады. Адам ауыз бекіткенде ең бірінші аштық, одан әлсіздік сезінеді. Ішкі организмде құбылыстар бұған қарағанда маңыздырақ. Осы сәтте бүйректегі қант қимылдайды. Онымен бірге тері астындағы майлар да ериді. Есте сақтау қабілеті артатын болады. Ауыз ашқанда бірден майлы тамақ жеуге болмайды. Ол сіздің денсаулығыңызға зиян. Рамазан сауап артып, күнә кешірілетін ай. Сіздермен бірге әлем медицинасы. Оразаларыңыз қабыл болсын.